Қайырлы күн, құрметті көрермен, ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат, студияда Армангүл Тоқтамұрат, сурдаудармада Самал Нұрым. Елордадағы тұрғын үй кешендерінің бірінде жер асты көлік тұрағы өртенді. Алдын ала болжам бойынша сұйытылған газбен жүретін көліктен өрт шыққан болуы мүмкін. 3 бірдей қойма мен 6 жеңіл көлік жанып кеткен, оларға жақын тұрған тағы 4 машинаны жалын шарпып зақымданған. Жоғарғы қабаттарда тұратын 20-ға тарта адам эвакуацияланды, оның 6-ы бала. Алдын ала болжам бойынша газдан улану диагнозымен 3 адам ауруханаға жеткізілген. Оқиға орнына өрт сөндірушілер жедел жетіп, тілсіз жау сөндірілді. Қызыл жалмен күреске 70 қызметкер мен 18 техника жұмылдырылған. Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығындағы база істен шықты. Бүкіл ел бойынша осындай келеңсіздік орнап, жұрт тиісті қызметті ала алмай жатыр. Астананың өзінде 300-ден аса адам осы мекеменің қызметіне жүгінген, бірақ база істемегендіктен кері қайтты. Мамандар арнайы бағдарламаның қашан іске қосылатынын нақты білмейді. Қызметкерлердің басым бөлігі жұмыс орындарында жоқ. Тұрғындар арнайы жүйенің кешеден бері істемей тұрғанын айтады. Мұндағылардың дені легализация бойынша көлігін қайта тіркеуден өткізу үшін келген. Енді олардың қанша уақыт күтері белгісіз. Айта кетейік, мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығында көлікті тіркеу, қайта тіркеу, есептен шығару мен жүргізуші куәлігін алу сынды 10-нан аса қызмет түрі көрсетіледі. Жаңағы легализация бойынша база бірнеше кеше түстен кейіннен бастап істемей тұр. Бүгін азаннан бері келгенбіз, әлі істемей тұр. Неге екенін өздері де білмейді. Соның қызметкерлері. Өте қиын күннің ыстығында. Бүгін 37-40 градус болып тұр ма? Күннің өзі қаншама адамдар мына жерде қиналып тұр. Үлкен әйел адамдар да жүр, бала мен адамдар жүр. Өте қиын, кішкене жүйеге келтірілмеген сияқты әлі. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігі әкімшілік полиция комитетінің ИБД базасы жұмыс жасамайды, информационный база данных деген. Сол себепті қазір халық өзіне керек қызметті ала алмау үстінде. 14 колл-центріне хабарласты. Қазір бізде базаның жасаған туралы ол кісілерге де хабарлайды. Атырау облысында 36 көп қабатты тұрғын үйдің құрылысы тоқтап тұр. Баспаналарды тұрғызу үшін қазынадан 26 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Нысанның 28-і қала аумағында, ал қалғаны аудандарда орналасқан. Сақалда құрылыстың алды 4 жыл бұрын басталған, жоспарға сай жыл соңына дейін тапсырылуы тиіс еді. Жобаның кестеден кешігуіне мердігер компаниялардың жауапсыздығы себеп болып отыр. Жұмысқа салғырттық танытқандар тізімінде Дәнекер, Көлсай, Каспий кадрлар қауымдастығы мен өзге де серіктестіктер бар. Жеке тұрғын үй кооперативтерде саладағы мәселені ушықтырған. Қазір үлескерлердің қаржысын жинап алған компаниялардың кесірінен 6 баспана тапсырылмай тұр. Әкімдік құрылыс компанияларымен соттасып, әбігерге түсіп жатқанда, өңірде пәтерге зәру 29 мыңнан астам адам өз кезегін күтіп жүр. Талғай Ауданы ықшамауданда 24 көпқатарлы тұрғын үй жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл жерде проблема болып тұрған мәселе тұрғын үйде емес, оған тартылатын инженерлік инфрақұрылым желісінде. Яғни бұл жұмыстар жүргізуші мердігер мекеме тараптарынан жұмыстарын аяқтамау фактілері орын алған. Бұл тарапта тапсырысшы мекемелер, мердігер мекемелер сотқа беріп, күні бүгін келісімшарттар бұзылды. Қазіргі таңда қайтадан мердігер мекемен анықтау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ал Шымкент қаласында алдағы 3 жылдың ішінде 111 көп қабатты үй бұзылатын болды. Осыдан 80 жыл бұрын салынған бұл баспаналардың бүгінде әбден тозығы жеткен. Тұрғындар шатырлары сынып, қабырғалары жарылған үйлеріне әлі күнге сақтанып кіріп, үреймен тіршілік етуде. Жергілікті билік енді реновация бағдарламасы аясында биылдан бастап ескі үйлерді шетінен бұзып, орнына жаңасын салуды бастамақ. Келісімге сәйкес тозған үйлердің иелеріне бірнеше қолайлы ұсыныс жасалады. Жаңа үйдің құрылысы біткенше инвестор тұрғындар жалдаған пәтердің ақысын төлеп беруге міндеттеліп отыр. Жаңа қоныс дайын болғанда азаматтарға өздерінің ескі баспаналарының аумағына сай баспана беріледі. Ал үйінен кеткісі келгендер артық шаршы метрдің ақшасын өздер төлейтін болады. Биыл 6 көп қабатты тұрғын үй бұзылып, орнына жаңасы салынбақ. Қазір сол 6 нысанға инвесторлар тарту мәселесімен жұмыстар жүріп жатыр. Қазіргі таңда 4 нысанға уже инвесторлар бар, тартылды. Солармен алдын ала келісімшарт түзілді. Қазір проектен сметный документация деп айтады, сол әзірленіп жатыр.
Елімізде 5 күнде 17 адам суға батып кетті. Бүгінгі үкімет отырысында Әлихан Смайылов осылай деді. 3 адамның денесі әлі табылмаған. Қайғылы оқиғалардың дені шомылуға рұқсат етілмеген жағажайларда болған. Республика бойынша 500-ге жуық шомылу орны жасақталған, алайда бұл жеткіліксіз болып отыр. Абай, Ұлытау, Жетісу облыстарында орындар нақты бекітілмегенде, яғни ол өңірлерде суға шомылушылардың қауіпсіздігі мүлде қамтамасыз етілмеген. Мәселені жылдам реттеу керек деді премьер-министр. Жаһаннан бірер ақпарат, Украинаның оңтүстігіндегі жаңа Каховка дамбасы мен су электр станциясы жарылды. Алапат тасқыннан Херсон облысындағы 80 елді мекенге қауіп төніп тұр. 100-деген мың тұрғын эвакуацияланып жатыр. Топан су Херсон қаласында да жетті деген мәлімет бар. Украина мен Ресей бұл жарылыс үшін бір-бірін айыптап отыр. 1956 жылы Днепр өзенінде бой көтерген жаңа Каховка резервуарының биіктігі 30 метр, ал ұзындығы 3,2 шақырым. Ол Қырым түбегі мен Запорожье атом электр станциясын сумен қамтамасыз етуге арналған. Португалияда темір жолшылар ереуілге шықты. Ондаған пойыз тоқтап тұр. Наразылық акциясы шілденің 5-не дейін жалғасып, сан мыңдаған жолаушы зардап шегуі мүмкін. Жұмысшылар жалақыны көтеруді және еңбек жағдайын жасауды талап етуде. Егер ол орындалмаса, ереуілді ай сайын өткізетінін ескертті. Португалия мемлекеттік ақпарат агенттігінің дерегінше, ереуілдің бірінші күні 22 пойыз жолға шықпай, мыңдаған турист өзге қалаларға жете алмады. Елге оралсақ, Ақтөбе облысында шегіртке қаптады. Зиянкестер әсіресе Ырғыз бен Шалқар аудандарының аумағында көп шоғырланған. Итальяндық прус деп аталатын түрінің дернәсілдері Құмтоғай, Қызылжар ауылдық округтерінің аумағында 2 апта бұрын шыға бастаған. Қазір жауапты сала мамандары бүріккіш арқылы улап жатыр. Аумақтық инспекция өкілдері 669 мың гектар аумаққа өңдеу жұмыстарын жасауды жоспарлап отыр. Оның ішінде 22 мың гектары азиялық шегірткеге қарсы уланады. Мамандардың сөзінше, қажетті препараттар аудандарға дер кезінде жеткізілген. Қарағандылық диқандар астық пен басқа да дақылдар бағасының түсуі жағдайды қиындатып жібергенін айтып дабыл қағуда. Салдарынан жыл сайынғы дала жұмыстарына қажетті тыңайтқышқа, қосалқы бөлшектер мен техникаға қол жеткізу қиындап, біраз нәрседен бас тартуға тура келген. Бұрын соңды ол үшін жұмсалған қаражатпен алған несие күзгі түсімен жабылатын. Оның үстіне биылғы жаз қуаң болады деп қынжылады фермерлер. Тілшіміз Руслан Нұрланұлы толығырақ айтсын. Картопты салдық, салғаннан кейін нәжігал қал жетпейді. Құп құрғақ болады. Бұл өңірдегі ең үлкен 36 мың гектар егін салатын шаруашылық. Көктемде қар суы жерге мол сіңген, алайда аңзақ жел ылғалды кептіріп барады. Сондықтан шаруашылыққа қазірден бастап алқаптарда суғарып, қымбат та болса тыңайтқыш пайдалануға тура келеді. Өйтпесе егісік бітік шықпай, күзге салым жағдай тіптен қиындайды. Биылғы жылдың бір қуантатыны қыс бойы жазған қар ақпайды, күлісі жерге сіңді. Сол бір бізге жақсы бір қосу беріп тұр. Күллі егін біз егісіміз бәрі тыңайтқышпен себіліп жатыр. Қазіргі геосаяси ахуал ауылды да айналып өтпеді. Өткен жылы бидайдың 1 тоннасына баға 180 мың теңгеге дейін жеткен. Ал биыл небәрі 90-100 мың теңге шамасында ғана. Картоптың да бағасы 2 есеге түскен. Мамыр айында келісі 90-100 теңгеден сату бұрын соңды болмаған. Ал есесіне егістікке қажеттінің бәрі қымбаттап, шаруаны шатқаяқтатып тастаған. Гербициды, удобрения. Гербицидтер, тыңайтқыштар, қосалқы бөлшектер мен техника өткен жылы қымбаттап кеткен. Қазір бағасы 2 еседен аса жарықтады. Астық бағасы жақсы жылдары біз ол шығынды күзде қайтарып алатынбыз. Енді кейбір қажетті тыңайтқыштарды, қосалқы бөлшектерді ала алмай, біраз нәрседен бас тартып жатырмыз. Егер күзгі салым гектарына 15 центнерден астық алмасақ, көктемгі дала жұмыстарының шығыны ақталмайды. Биыл облыста 944 мың гектардан астам жерге егін салынуда. Бұған қоса 60 мың гектарға майлы дақылдар, 12 мың гектарға картоп, 2 мыңдай гектарға көкөніс егілді. Жақын күндері жұмыс толық аяқталады. Қымбатшылық пен бағаның жоқтығы қысқан шаруалардың ендігі бар үміті егіннің бітік шығуы болып отыр. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан.
Жетісу облысында аэроғарыштық зерттеу барысында ауыл шаруашылығы мақсатындағы 860 мың гектар жердің пайдаланылмай жатқаны анықталды. Жыл басынан 65 мың гектарға жуығы мемлекет меншігіне қайтарылды. Алайда осы қайтарылған жерге қарапайым халық әлі қол жеткізе алмай отыр. Өңірде мал жаятын жер тапшы, дән себу науқаны да аяқталып барады. Қайтарылған жерді алып өңдеймін, игеремін деген халыққа тарату жұмыстарын жылдамдату үшін облыстық прокуратура араласуға мәжбүр. Алакөл ауданына қарасты Қабынбай ауылының тұрғыны Ілес Нүсіптің 50-ге жуық сиыры, қой мен жылқысы бар. Малдың бәрін қорада қамап ұстауға мәжбүр. Шаруа жайылым болмаса да, қысқа мал азығын дайындайтын шабындық жер алғысы келеді. Маған 150 гектар жер болса деп ойлаймын, шабындық синокос. Осыны болмаса жем-шөбін айырып алатындай. Bir телешкі шөпті 50 мың теңгеден аламыз. Сонда мына 50 басқа 50 телешкі шөп кетеді. Конкурсқа қатынасақ дейміз, конкурс болады дейді. Сол конкурс жылда айтады, жылда жоқ айтып енді. Аудан басшылығы былтыр 26 мың гектар жерді мемлекет меншігіне қайтарған. Биыл 4 айда 15 мың 400 гектар жер мемлекетке өтті. Қосымша 1,5 мың гектар бойынша сот шешімі шығу керек. Алайда ұзақ жылдар бойы игерілмей жатқан жайылым иелері малы бар шаруалармен ауыз жаласып, қитұрқы әрекетке барады дейді тұрғындар. 15 жыл пайдаланбаған жерді әйтеуір неше түрлі қолғы жасайды ғой. Бір осы аудандағы бір крестьянмен бірге қалып, біз сонымен бірге жұмыс істейміз деп, жаңағы сондай жұмыс жасап отыр. Бүкіл пайдаланбай жатқан жерлерді мемлекетке қайтарамыз дегенімізде, әрине жалғыз бұл кісі ғана емес, бәрі осындай толыққа барып. Қадағалаушы орган мұндай заңды айналып өту фактілерін жіті тексеретін болады. Ал облыс бойынша биыл 220 мың гектар мемлекет меншігіне қайтарылуы тиіс. Қуаныш Қанатұлы, Самат Оразалинов, Қазақстан ұлттық арнасы, Жетісу облысы. Астанада 20-21 маусым күндері халықаралық волонтерлар форумы өтеді. Тектегі ізгілікті оят ұранын арқау еткен шараның мақсаты еріктілер қозғалысын дамыту және қазақстандық тәжірибені халықаралық деңгейде паш ету. Форумға әлемнің 34 елінен 140 делегат келеді деп жоспарланған. Елімізден байқау арқылы іріктелген 80 волонтер жиналмақ. Форум аясында елордада халықаралық волонтерлар орталығы ашылады деп күтіліп отыр. Айта кетейік, Қазақстан еріктілер қозғалысы бойынша Орта Азияда көш бастап тұр. Біріккен ұлттар ұйымының еріктілер бағдарламасы аясында 7 отандасымыз шетелдерде жұмыс істейді. Қазақстан мұндай мүмкіндікке ие болып отырған әлемдегі 16 елдің бірі. Жақын көршілеріміздің бәрі келеді, осы орталық Азия. Сонымен бірге мына Түркия елдерінен, Ресейден, Америкадан, Германиядан, Нидерландтан келеді деп отырмыз. Біріккен ұлттар ұйымы еріктілер бағдарламасының атқарушы үйлестірушісі Тойлы Құрбанов келеді деп күтіп отырмыз. Ал бүгін волонтерлардың жазғы мектебі жұмысын бастады. Еліміздің түкпір-түкпірінен жиналған еріктілер қозғалысының көшбасшылары жыл сайынғы дәстүр бойынша биыл да Ақмола облысында бас қосты. Басты мақсат өзара тәжірибе алмасып, осы бағытқа жаңа серпін беру. Қазір елімізде 600-ге жуық волонтерлық ұйым бар. Ондағы жастардың саны 200 мыңнан асады. Шара аясында еліміздің 20 аймағынан келген 40-тан астам делегат өз ойларын ортаға салып, тәжірибелерімен бөлісті. Жазғы мектеп әлі 4 күнге жалғаспақ. Осы уақыт аралығында еріктілер бұл бағытты дамыту үшін жаңа тәсілдер әзірлейді. Содан кейін маусым айында елордада өтетін халықаралық волонтерлар форумында бас қосады. Онда олар 34 елдің волонтерларымен өзара тәжірибе алмасып, жаңа жобаларын ұсынады. Соңғы 3 жылда экологиямен айналысам. Экология бағытында біз арнайы үстел ойынын жасап шығардық. Қазақша экологиялық мультфильм түсірдік. Сол себептен де қазіргі таңда экологиялық бағытта дамыту, жастарға білім беру өте маңызды. Елдің дамуына, жалпы қоғамның дамуына нәтижелі беретін бір кәсіби жұмыс ретінде қарастыруды осында үйретеміз. Жазғы лагерь аясында жалпы волонтерлік жобалардың не екенін, волонтерлікті қалай нәтижелі және басқа деңгейде өткізуге болатындығы туралы осы белсенді жастарымызға үйретіп жатырмыз. Семейде ақын филология ғылымдарының докторы Бауыржан Жақыптың жүректен қозғайын атты шығармашылық кеші өтті. Бауыржан Жақып бірнеше буын журналистерді тәрбиелеп, бұқаралық ақпарат құралдарының дамуына үлес қосқан ұстаз. Дидар әдеби телеальманахын халық қазынасы жыр жазамын жүрегімнен сұхбат хабарларын әзірлеп, айтыс, өлең сөздің патшасы сынды жобаларды жарыққа шығарған. Республикалық газет журналарда еңбек еткен 200-ден астам ғылыми еңбектері, 20-дан астам поэзиялық
кітаптың авторы. 60 жасқа толуына орай туған жерінде өткен жыр кешінде ақынның сөзіне жазылған әндер тыңдарманның назарына ұсынылып, балаларға арналған жаңа жинағы таныстырылды. Мәдени шараға еліміздің әр түкпірінен келген ақындар жырдан шашу шашты. Абай облысының құрылғанына 1 жыл толып жатыр екен. Тура сол күнмен тұспа-тұс келіп, бүгін менің шығармашылық кешім өтті. Абай облысы тек экономикалық жағынан емес, мәдени, рухани жағынан да үлкен жетістіктерге жетіп жатыр деген сөз. Ең басты байлығымыз біздің рухани байлығымыз. Соны насихаттау қашанда біздің борышымыз, қалам ұстаған қауымның. Елордада инклюзивті спорт фестивалі өз мәресіне жетті. Жарысқа елдің 21 қаласынан келген жас пара спортшылар 11 спорт түрі бойынша сынға түсті. Оның қатарында бейімдік карате, дзюдо, пионербол, тхэквондо, жүзу және инклюзивті хореография сияқты пара спорт түрлері бар. Сайыс қорытындысында жеңімпаздар ұлттық құрама сапына қабылданып, Паралимпиада, Азия ойындар және ірі халықаралық жарыстарда ел намысын қорғайды. Іс-шараға 400-ге жуық бала қатысты. Біз үшін ол өте маңызды, өйткені мен сияқты балалар спорттан кішкене алыстау болады. Сондықтан біз үшін осы спорт түрі және де басқа спорт түрлері өте маңызды. Чемпионатта бір жүлделі орын алған балалар ұлттық құрамаға кіріп, сосын басқа да чемпионаттарға қатысады. Әзірге осы келесі ақпарат топтамасы 20:00-де эфирде жүздескенше, әрі қарай ауа райы мәліметі. Армысыздар, құрметті көрермен, студияда Аяжан Баубек қызы, назарларыңызға 7 маусым сәрсенбіге арналған ауа райы мәліметін ұсынамын. Солтүстік өңірдің басым бөлігінде өткінші жауын жауады, ауа температурасы Петропавлда күндіз 35 градус ыстық, түнде 20 градус жылы. Термометр бағаны Қостанайда күндіз 33, түнде плюс 19, Көкшетауда найзағай ойнап жауын жауады, ауа температурасы күндіз 36, түнде 21 градус жылы. Павлодарда күн ала бұлтты, күндіз 37, түнде 23 градус жылы. Орталыққа тоқталса, Қарағанды мен Жезқазғанда күн ала бұлтты, ауа температурасы Қарағандыда күндіз 34, түнде плюс 21, Жезқазғанда күндіз 36, түнде 19 градус жылы. Семей мен Өскеменде күндіз 34-37, Семейде түнде 18, Өскеменде 16 градус жылы. Батыста күн ала бұлтты, ауа температурасы Оралда күндіз 24, түнде плюс 14 градус жылы. Термометр бағаны Атырауда күндіз 29, түнде плюс 19, сынап бағаны Ақтөбеде күн ала бұлтты, күндіз 28 градусқа дейін көтеріледі, түнде плюс 16, Ақтауда өткінші жаңбыр жауады, күндіз плюс 25, түнде плюс 16 градус жылы. Оңтүстіктің басым бөлігінде күн күлімдейді, Талдықорғанда өткінші жаңбыр жауады, термометр бағаны күндіз 36 градус ыстық, түнде плюс 20, Қонаевта күнде 22, түнде 12 градус жылы. Ауа температурасы Қызылордада күндіз 41 градусқа дейін көтеріледі, түнде плюс 22 градус, Түркістанда күндіз 42 градус ыстық, түнде 25, Таразда күн ала бұлтты, күндіз 38, түнде 22 градус жылы. Мегаполистерге тоқталсақ, Шымкентте күн күлімдейді, сынап бағанасы күндіз 39 градус ыстық, түнде плюс 20 градус, Алматыда күн ала бұлтты, ауа температурасы күндіз 35, түнде 20 градус жылы. Елордамыз Астанада өткінші жаңбыр жауады, күндіз 37 градус, түнде 21 градус жылы. Назарларыңызға рахмет, ауа райы құбылса да көңіл күйіңіз бұзылмасын.